Мына екі тізем жүргізбейді. Салмағым артып келдім, Құдайға шүкір. 5 күнде 5 кило салмақ тастадым. Ана тіземнің қайда кеткенін уже ұмытып та қалдым, Құдайға шүкір. Кәрі дегеннен кейін тізе ауырады, бел ауырады. Жоқ, кәрілікпен ауру егіз ұғым емес. 90-ға 100-ге келсең де ішерің ауырмай, кереметтей өмір сүруге мүмкіндік бар. Ол өзің қолыңда. Мысалы, мен келдім, көзім жетті. Мінекей, мынадан бірталай Ахметбек айтқандай мусорларды шығарып, тазаланып кетіп бара жатырмын. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өздігіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналы көрермендері. Міне 90 шағы мәреге жетті. Қазір бір ауыз жиған теген тәжірибемен, біліммен бөлісейін деген ақ ниетті, жылы жүректі адамдар бізге келіп отыр. Соның бірі Дәулет Құрдас. Мен мырза деп айтқанды жек көремін. Мырза десең де айтып сөйлеспеймін. Өйткені мырза жоқ, құрдас бар, бауыр бар, аға бар, солай ғой. Дәулет Құрдас, Таразда келдің бе? Бұрынғы әулиеті, қазіргі Тараз қаласынан келіп отырмын. Біз семьямызбенен жолдасымыз екенбіз. Осы сіздің парақшаңыздан 2 жылдан астам 3 жылдай уақыт көріп келе жатырмыз. Жүзден естігенше бір рет көрдік. Соны өз көзіммен көріп, жолдасым шырпыр болады. Ахметбек деп жөнді ұйықтамаса да, қандай да бір не болса, сіздің парақшаңыз сізбен прям бой хабарласам. Мынау адамдың адамгершілігін мыңдаған Қазақстанда адамдар бар. Соның қайсы бір не болса да, түнгі сағат бәленбай уақыт болса да, бұл кісі сол өзінің нелеріне жауап береді. Мен соған ырзамын мысалы. WhatsApp-пен қанша сообщение келеді, мен соны жауап бермей кетпеймін. Сол кісіге жауап береді. Мысалы ше, мені мынандай айтып жатыр маған деп. Содан мен келіп өзім көрейін, қандай екенді мен өзім келгеніне бар. Мен өзім қалай келдім? Мына екі тізем жүргізбейді. Мына салмағым артып, содан қой барайыншы мен келдім, Құдайға шүкір. Мінекей 6 күн жаттым, 5 күнде 5 кило салмақ тастадым. Ана тіземнің қайда кеткенін уже ұмытып та қалдым, Құдайға шүкір. Мынау бізде жаңа неміз бар, девизіміз бар. Мұздай суға түсеміз. Суық сумен табиғатпен достасамыз. Суық сумен табиғатпен достасамыз, аурумен қоштасамыз деген. Жылы болады. Сол мінекей енді мен қазір мынау забордың ар жағына шыққан кезде мен аурумен қоштасып, жаңа өмірге, жаңа ниетпенен солай аттанып бара жатқан сезімім бар өзім. Тамаша. Енді осыны жалғастыру керек. Мына салмақта мына біраз қазына жинаған екенсің, содан енді даудан құтылу керек. Артық қазына. 14 күн, тағы 7 күн, болмаса тағы 14 күн. Тура осы қалай өмір сүрдім. Салып, су, биенің сүті табылады, биенің сүті табылады, шырын табылады. Соны ұстанатын болсаң, аттай жет боласың. Жақсы ма? Жақсы, өте жақсы. Мен Шымкент қаласынамын. Налибаева Ботагөз Олжа қызымын. Қызылқұм ауданынамын. Мынау жан тәніне буын, артроз, грижа, тұз, сондайлармен сол жағымен емге келдім. Өте жақсы. Давление өте жақсы. Өте өзім мына аяғым, тізем ауыратын еді, мына Шымбұлаққа шығып, жаяу түстім. Неше километр жаяу түстім. Соған ырзамын. Ағама рахмет. Ахмет би ағама рахмет. Енді мен мынау әсіресе Ахметбектің ұжымына рахмет айтқым келеді. Әр адамның бұл жерде біз мысалы 80-90 адам болдық. Сол 80-90 адам әртүрлі ойменен, әртүрлі ниетпенен келеді. Солардың ойын, ниетін қалай қабылдап осы кісілерге көп рахмет айтқым келеді. Әр қайсыменен бір талдап тұрып жұмыс істеді бұл кісілер мысалға. Әркімнің мінезі әртүрлі. Мінезі әртүрлі. Біреу келем дейді, келіп алады дағы, жасыратын ештеңе жоқ, ойбай, міне анау екен, міне ана. Ондай сөздің бәрін мен бағана айттым, көпшіліктің алдында ондай сөздің бәрін забордың бер жағына қалдырыңдар. Ешнеңнің қажеті жоқ, айналайын. Халқым, жұртым, келіңіздер, көзбен көріңіздер. Денсаулық керек болса. Артық сөздің ешқандай қажеті жоқ, көзбен көріңіздер. Денсаулық керек болса, Ахметбекке келіңіздер. Жан тән сауықтыру орталығына келіп, өздеріңіз шыңдаңыздар. Бұл жерге комфорт іздеп келмеңіздер. Қосып айтып кетейін. Пәл іздеп келмеңіздер. Иә. Сондықтан бұл жерге денсаулық іздеп келу керек. Денсаулық іздеп. Дем алу үшін емес, ем алу үшін.
бұл жерге біз дәрі бермейміз, ешқандай химиямен уламаймыз. Табиғатқа оралтамыз, табиғаттың құдіретін пайдаланатамыз. Болды. Психологиялық сабақтар қалай, ұнады ма? Өте тамаша, бәрі ұнады. Бірақ әр адамның өзінің ой түйсігін, бұла мен өзіне өзі қызмет еткізу керек. Біздің ұстанымыз сондай. Өзірден соны үйреніп шықтық біз мінен. Толған қоқыс тазаланды ма? Тазаланып, бәрілігі. Мінекей, Алла, Ахметбек құрдасымен де, Алла сізге зор денсаулық берсін. Жаңағыда осы жерде бір қарындасымыз айтып кетті, абай уақытысында жалғыз өсіп өскен дегендей, мысалы қазір жалғыз өзіңіз өсіп халқыңызға, жұртыңызға таза қызмет етіп жатсыз. Алла сізге зор денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін, бала шағаңыздың қызын көріңіз. Көптің бірінің тілегі, ниеті қабыл болады деп мен өзім солай санаймын. Жақсы. Енді осыдан шығып шыққан адамдардың бәрі біздің жасаққа, біздің командаға кірді. Жалғыз ағаш орман болмайды, жалғыз батыр қорған болмайды дейді. Бағанағы азғындарды ауыздықтау, қоғамды тәрбиелеу, өсіп келе жатқан ұрпаққа дұрыс насихат беру, денсаулық насихаттау, қазақта бір азаматтық қоғам, демократия болуын насихаттау, сізбен біздің міндетіміз солай ғой. Солай. Кеш алаш ардақтылар мына дананы бізге қалдырды, аманат қып. Егемендік алып берді, болашақ ұрпақ қандай елде өмір сүреді, сізбен біздің тірлігімізге байланысты. Солай ма? Солай. Тараздан да орталық ашамыз, бүкіл Қазақстан қалаларын ашамыз деп отырмыз. Сол жерде келіп, бір ауыз сондағы тілектерді айтып, бағыт бағдар беріп, көмектеріңді тигізіп жүріңдер. Жақсы ма? Міне бала шағаның қызығын көріп, Аумин. сыптығырдай, сымбатты, бәйгенің атындай жігіт болып, бағанағы 90-ға келген апамыз сияқты өлең айтып, тіп-тік жүріп, бала шағаның қызығын көріп, ұзақ, бақуатты және бақытты өмір сүруіңе тілектеспін. Амин. Міне, үлгі алыңыздар. Міне жасы 60-тан асса да, әлгіме де айтады, мына миымды тазаладым, үйренігетім көп екен дейді. Сіздер де әке шешеңіз осылай 60-тан келсе, нарғыз өмір 65-тен кейін басталады. 60-тан кейін. Пенсияға шықты, балалар жетілді, не істеу керек? Ден сау болу керек, қыдыру керек, әлі тақтан таймай жұмыс істеу керек. Сол кезде адам өз үшін өмір сүреді. Сондықтан 60-ға келсеңіз, 70-ке 80 келсеңіз де кәртейдім деген нәрсені оқудың да естен шығарыңыздар. Сонан кейін кәртейгеннен кейін тізе ауырады, бел ауырады. Жоқ, кәрілікпен ауру егіз ұғым емес. 90-ға 100-ге келсең де шерің ауырмай, кереметтей өмір сүруге мүмкіндік бар. Ол өзінің қолында, адамның мінезіне байланысты. Соңғы айтатын бір тұжырымдамам, мен осы жерге келуіме себепші болған өзімнің жолдасым. Сол кісі айтады, сен өзің барып көріп келші деп. Мен ана жерде үстіртін қараушы едім, жасырады ештеңесі жоқ. Ол кісі қарақшаңызды сондай бір тамаша қылып жаңағы не қылады бәрі. Мен болсам былай не қыламын да, онша былай қарап қоямын үстіртін. Соған менің о кішкене сенің кірмей жүргеніңді ол кісі байқады да, маған айтты ғой, сен өзің көзіңе көріп барып келші маған. Бар сүңгіп барып келші деді маған айтты. Сол кісіге мен 1000 рахметімді айтқым келеді. Мысалы мен келдім, көзім жетті. Мінекей, мынадан бірталай Ахметбек айтқандай мусорларды шығарып, тазаланып кетіп бара жатырмын. Жақсы. Еркек адамға бір бата берген естігем. Әйелінің өмір жасы ұзақ болсын дейді. Өйткені ер адам әйелдің артында қалғысы келмейді солай ғой. Сонда айтады, әйелің өмір жасы сенен ұзақ болсын. Яғни өзіңе 100, әйеліңе 101 жас. Жақсылықта кездесейік. Бәріңізге айтатын еркектерге батам осы, әйеліңіздің өмір жасы ұзақ болсын. Аумин.